ішіне дейін шеге қарап шығады. Бекжанның палауын жегелі жатырмыз. Иә. Аға, канал ұнап жатыр ма? Иә. Аха. Сізде оқырманның біреуі болып қарап отырсыз. Иә. Маған ермек, тіпті маған кішкене былай. Енді қалай болса да оқырманмен енді қатынасып. Өте ақылды сұрақтар жоқ, әзірге елдің рухани деңгейі. Дайын емес. Бірақ әйтеуір ұмтылыс бар. Енді ана сіз жүрегім ауырады дегенде тасбақа мудрасын қолдансын, сонда кетеді деп ақыл айтқан оқырмандар болды. Амалсыздан. Анау, сіз енді йоганың ең биік деңгейі раджа йоганы кезінде меңгердіңіз ғой. Ал тасбақа мудрасы, ол хатха йоганыкі ме? Ол хатха йоганың. Хатха йоганың, тасбақа, жылан, кобра деген. Сізге жанашқасын айтып жатыр ғой. Жанашқаның кейін. Барлығы тек. Бұл ана үлкен кісіге садиктің баласының киімін кигізгенмен бірдей ғой. Кигізуге тырысқанмен. Алыңыз, бәрі қандай болды. Сосын мынандай да сұрақтар бар. Ислам дінінде қайтқан кісіге манағыдай Құран шығарады. Ал тәңірлік сенімде сондай қайтқан кісінің жағдайын жеңілдететін бір нелер бар ма деді. Жоқ. Қайтқан кісінің бірақ бізде де бірдей, ана жақта да бірдей. Оның қарыздарын төлеу керек мына жерде. Қарызы бар ма деп сұрайтын. Қарызы бар ма? Талай балаларды көрдім. Өтініштерін айтады. Қайтыс болған көрші, водитель. Ол айтты, мамам бәр келген адамдарға бәрін сұраған запчастерін бәрін тартып жіберсін дейді. Кузов взяты машину. Тартып жіберсін, кетен маған өте қиын мына жерде. Бойымды өтір берді. Тапсырып кеткен ол. Сонда қайтқан кісі айтып тұр ма сізге? Сол дүниеде, иә. Сол бауырының досы, Сашка партнер деген, сол аяқ астынан сол түсіне кіріп, аған көмектесіңіз, барып айттым, ол бас жете қалды. Сол айттым, ешкім көрмеген нелерін, оның киген киімдерін, сенді. Адам бара жатыр, ол автомеханик болатын. Аяғымызға машина келіп, тұрған көзі талып кетті, москвичтен көзі. Сөйтеген, ал төмен бала, банк директорының баласы. О да маған өтініш айттаға. Ол не жасайды, магнитофондарды, приемниктер жөндейтін 90 жылда. Ол да қайтыс болып кетті сосын? Ол да қайтыс болды, аяғынан басынан арақ болды. Жап жігіт. Сонда о да маған келді, аға көмектесің маған. Сонда бір заказдар алып едім, бір аймандардан, орындамай қалды. Талай нелер бар, үйде инструменттер, нелер алған. Соны шешем тұратсын. Мен оларға барғы батпадым. Качаны жібердім, сол Сашканың шешесін қайсы болған. Екеуі орыс. Сөйтіп ол барып айтты, ол айтты, нечего там, подумай, что что-то какие-то сказки рассказывают деп. Сөйтіп деген бір күні қарасам, бара жатыр, армяндар келді, ақшасын алып, приемниктерін алып, бәрін таратып жіберді. Бәрі алды дейсіз ол? Алды, сонда оның түсіне кіріпті. Мама, маған өте қиын жерде, қарыздарым қалды. Бұл дүниеде бәрі дұрыс болу керек, бәрі. Бұл дүниеде өмір сүруге түзу өмір сүрген адамдарға жақсы, қалғандарға өте қиын, әсіресе аферистерге. Ана жақта өте қиын, нағыз қиын, сол ақшаның қырған жері. Азаптайтын болып тұр жанда. Сонда қазақ бұрыннан да қайтқан кісінің киімін таратады ғой? Иә, бәрін таратып жүреді, малын таратады, бәрі дүниесін, бәрі шақ-шақаршейін, бәрін таратады марқұм болған адамның. Ол жақта түнсіген ас береді. Деген әдет бар. Қайсы болғанда адамдар сұрайды, қайсы болған адам сізге қарыз ба? Қарыз болса айтыңыз. Біз қазір елдің алдына бәрін де төлеп береміз деген. Төлейтін мұрагер бар дейді. Құран ол алдау бәрі де. Ол ешқандай о жерде жұмақ жоқ. Ешқандай о жерде тұзақ жоқ. Сәйкес
заңмен бірдей деп осы біздің дүниемізде деп соның көшірмесі біздің топар дүниеміз. Содан ол Құран оқыған анау мынау анау ненің католиктердің индульгенция адамның несін сатып алуға, қылмысын сатып алуға. Оларда сондай не бар? О, сұмдық болды. Ақшаны қырып алған. Соның арқасында протестанттар шықты. Сонда аға, мына тәңірге сенетін адамдарға тозақта анау жұмақта жоқ қой. Жоқ. Иә. Дәл осындай өмір. Малшы болып малшы жұмыс істейді. Құрылысшы болып жұмыс істейді. Екі анау қайтыс болған альпинистердің жөнін айтайын. Біреуісі Хрещатый, екіншісі Букреев. Сол дала неге Эверестке апаратын туристерді. Екеуі қаза тапты. Неден? Құлаған ғой? Құлаған. Лавина тауды. Сонда екеуі высотный монтажник жұмыс істейді екен. Ол не деме? Сол көлденең дүниеде. Қабаттасы не ғой енді? Сонда олар айтты, хабар жіберіңіз біздің туысқандарымыз. Букреев әйелім жылай береді, түтіменің жүрегі бітейді тәбленің еңіреп жылағаны. Біз тіріміз. Біз бұл жерде жұмыс істейміз. Бұл жерде өмір 10 есе жақтан биік. Бір жақсы жері, ешқандай аферистер жоқ, алдаушылар жоқ. Бәрі справедливость түнілет еді. Қанша? Төле би достықта бір үйде Букреевтің үлкен несі тұр. Мұрағы тұр, сурет салған. Аға, сосын ана, осы көп этажды үйден бір жел соғып, нетіп атқан, өлді ғой да, әйнекке соғылып. Олар кімдер? Олар альпинистер. Тазалайтын сол нелер. Олар альпинистер. Сөзген біздің екі нелерді көрдім, Абдуллинді көрдім, екі ағайынды. Олар Тәңір діннің жалауын тоқып жатыр екен. Сол біздің нелеме тоқып жатыр. Баяғы ескінен дегендей. Бөлек-бөлекпен тігеді екен. Сонда не болды екі шақырмен десіп, енді аяғы қалды. Жұлдыздарын тігу керек. Ал бұрынғы 5 жұлдыз, қазір қандай жұлдыз? 7 жұлдыз дедім. Сонда біздің шартымыз сол. Бітіреміз. Тәңірдің жалауында 7 жұлдыз. 7 жұлдыз. 7 нені білдіріп тұр ғой. Сонда өтеді. Бітіреміз и босанамыз. Дүниеге келеміз бала болып. Қайтадан. Қайтадан. Қандай татарға барсыңдар өзі қазақ көшіне қазақпыз. Қазаққа барамыз. Біз қазақпыз. Татар деген атақ болмаса біз түбіне шейін қазақпыз деп. Оларды Тәңір діні жүрді. Бәрі жеңген Тәңір діні дейді. Бәрі көлденең діні. Маш қабаттас дүниелерде Тәңір діні жеңді ғой. Жерде орындалады деген сөз. Жерде орындалады сөз. Содан бұл кетпей мен тіпті отырдым сол уақыттан кейін сондай жақсы сөздерді естіп, сонда тағында бір оқырмандарға ескерткіз. Менің өскен жерім бала топар дейді. Ал қазақтарда топар дейді, құлыншақты шешесінен айырылған. Жетім құлынды ма? Жетім құлын. Жетім емес қой енді, бірақ уақыт. Басқа бие телген, басқаға телген. Өсірген, онды қазақтар топар дейді ме? Таңға қояды екен. Топардан нағыз соғыстың аты болады екен. Мінезі өте қиын. Қатты. Қатты, ешкімді аямайды соғыста. Сонда ол топар дейді. Вот сонда менің өскен жерім бала топар. Мен шешемнен айырылдым. Мен өсірген менің апам. Сөйтіп, мені топар болып өстім. Тұрған жерде де оның. Сонда сізге арнап қойылғандай не ауылдың? Заңдылық бар ғой. Заңдылық бар ғой. Оны бекер, қазақ. Астанаға менен көп қатынан 13 жыл тұрдым. Сонда мына үлкен жолдың бойынан жол кетеді, стрелка қалады, бала топарға келеді. Бірақ километраж көп енді, 80 километр ма сондай. Сол кезде сізді есіме алатын, ағаның кішкентай кезінде жүрген жері ғой. Ана қызылдың несі сияқты, жыңғылдары, сексеуілдері тұрысы жүрді. Сонда сұрағанда мен қайынды сағынбаймын. Елердім. Орыстардың дұптарын сағынбаймын сағынсам, сексеуілді сағынамын. Бала кезден көріп өстіңіз. Сол маған нағыз сұлу терек. Тамағымыз аға сұйық болмасын.